Колледж түлектері ұбт-ны қалай тапсырады? Қазір колледждің соңғы курсында оқып жүрген студенттер университетке тапсырып, білімін әрі қарай жалғастырғысы келеді. Жалпы бәріміз білеміз, мектеп оқушылары университетке түсу үшін ұбт тапсырады. Ал колледж түлектері ұбт-ны қалай тапсырады? Соны толықтай айтып берейін. Өз мамандығын жалғастырғысы келетін талапкерлер қысқартылған ұбт тапсырады. Ол жерде 60 сұрақ болады, және оның 20-сы жалпы кәсіптік пәннен, ал 40-ы арнайы пәннен. Қандай пән екендігі мамандыққа байланысты болады. Ең жоғары максималды балл 70 балл. Ал егерде мамандығын ауыстырғысы келсе, онда кәдімгі ұбт тапсырады. Ережелері мектеп оқушыларының талапкерлерімен сәйкес келеді. Жалпы қорытындылай кетсек, колледж түлектері маусым және тамыз ұбт-сын тапсыра алады. Маусым ұбт-сының нәтижелерімен мемлекеттік грант конкурсына қатыса алады, ал тамыз ұбт-сының нәтижелерімен ақылы бөлімге түсе алады. Егер сен колледж түлегі болсаң және мамандығынды ауыстырып 5 пәннен ұбт тапсырсан, онда сені біздің интенсивті марафонымызға шақырамыз. Себебі сен бізбен бірге 2 ай ішінде ұбт-ға толық дайындалып шығасың.